Пендулдан келген затты көрсететін боламын. Бұның килосы маған 5,5-ға түсті келуін. Бұл 5 жылға көрсететін боламын. Ал көреміз. Очки! Мынандай очки бар. Қараңыздар ешқандай күшті, прям бөлініп тұр ғой. Сындырып алмасам екен. Вау, күшті. Прям күшті екен. Бөлініп қалмай, осылай күшті болып тұрса екен. И осылай бөлініп прям бітіп қоясың. Несіне салып. Күшті. Келесі. Бізде, вау, короче, көзге жағатын тен. Кейін жақынан тағы көрсетем. Может, мына қойып беремін. Кәрістерін таппайтын жоқ қойман қарасаңыздар. Күшті помада сияқты, бірақ бұл тең. Келесі бізде осындай коробка, не екенін білмеймін, ашып көреміз тағы. Мына пендулдан бар ғой, ауру боласын бір кірсеңдер жақында. Мынандай шкатулка ғой, бұл менде бар. Алтындарымды қойып қоясың, бұны сатамын деп алғам типа. Келесі мына не зат екен. Наверное, бұл сыға екен жеңіл. Кәрістерін қытайлар таппайтын жоқ қой. Сыға екен. И бір купон беріп жетті. Баланың суретін қойып қойған, не үшін екенін білмеймін. Видеоның соңында мен барлығын тағы да көрсететін боламын. Қыздарына сырға вообще күшті. Күшті насыра. Күшті екен. И мынандай сердечко. Көрініп тұрған шығар сіздерге. Келесі мына ауыр екен. Бұл сыртына көрініп тұр. Бұл штатив. Негізі осы штативті қойып, қазір ары қарай дәш түсіреміз сіздерге. Осы ставкасы ауыр екенше. Кесіп көрейінші, болған екен. Если болса, осы штативке қойып, жақыннан түсіретін боламыз сіздерге. Қытайлардың таппайтын жоқ деймін да. Болмаша ақшаға алма негізі. Былай тұрадың, сондай ма? Бірінші наны кіргізіп алып, сосын думалап, вот. Кіргіздемін. Қытайлардың таппайтын жоқ деймін да. И мынаны жақтан қысып қоямын. Қалай, если, значит, маған былай тұру керек. Осылайынан қысып қоямын. Вау, вот это штатив қойылған. Вот қыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Соңында осы заттарды жақыннан көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Пендулдан распаковка жасаймын. Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Осындай зат келген, сыртында шылым бөліп қалған бар. Не екенін білмеймін, ұмытпадым. Маған бұл 15 күнде қолыма тиді ғой.
носки екен бұл. Екі түрлі носки. Мынандай ақ носки екен. 5 штуктан. Күшті. Ашты. Ашып көре салайық. Бірақ мынандай женский сияқты ма? Мына вообще аяғын қарасаңыздар, кішкентай аяқ қой, мына аяқ жағы. Өкше жағы. Келесі бізде іш киімдер. Бұны көрсетпей қойайын. Бұдан екінші рет алып жатырмын. Бір заказ бергенде 4 парасымен келеді. 2-3 теңгеден түседі. Алдыңғы жол заказ бергем. Бірақ кішкене синтетикасы көптеу, бірақ күшті. Келесі менде осындай. Бұл менде, короче, біреуін ашып көрсетейін. Біреуінде екеуі кеткен. Бұл прокатка ретінде қолданылатын зат. Мына прям жұмсақ болып кетті ғой. Короче, осылай қолданылады. Негізімен скриптің орнына осындайды ойлап жүрген ғой. Сөйтсем қытайлықтар мен ойымды оқып болған ғой. Короче, мынаны осылайынан қолданылады. Мынау жаңағы жуып үтіктер күнделікті қолдансаңыздар болады. Осындай заказ берген тұғым. Тоже жақсы келді. Олдар көрсе тихари өтіп кететін шығар. Келесі менде мана үлкен екен, не екенін білмеймін. Точно маған ба? Маған екен. Бұл сумка. Короче, өзі арзан зат деген бір чаттар болады ғой, сол жерде сумка алғам 4,5 мыңға да. Қазір 4,5 мыңға сумка қайдан дейсіздер ғой. Сөйтіп ана сумка деген. Ужас. Ва, серьезно, күшті болып кетті нашы. Мен саған қыздар шынымен әдемі кетті. Мына сумканы базарда 12 мыңға сатып жатыр. Скидкамен 9 мыңға деп бермей қойған ғой. Маған кішкене түссеңізші дейтін кезде. Күшті прям. Қалталары барлығы бар. Осы әкелген заттардың бәрін осыны сала-саламын. Мына күшті келді маған сумка, ұнады. Бұның бағасы соңына қарай қоятын шығар. Егер қыз баша алдыңғы видеомда көргеніңіздей мынау сырға бар еді, сол сырғаны мен қазір ашып тағып көрініші деп жатырмын. Құлағымда сырға көп. Сырға мынандай болып келді. Өте әдемі болып келді, маған ұнап тұр өзі. Саған құртып алмасам болғаны. Күшті. Мен түсіп қалмаса болды. Әдемі, ә? Міне қыздар. Осындай әдемі сырға. Күшті, ә? Очкиімді жақынан көрсетейін жетпақшы. Мынандай очки өзінің чехолымен и осылай тұрады очки. Біразыр күшті, ә? Міне. Очки дәл келді. Мысалы мен бетім көтерген кезім бүйтіп көтеріп қоятын ғой. Өтіп көтерілмейді, күшті. Үшінші түрі мынандай. Сердечко сияқты. Сосын маған тең келген тұғым. Теңнің біреуі 5, біреуі 9. Қараңыздаршы, менің мына жерінен регулировка жасауға болады екен. Міне, біреуі мынандай түсте. Біреуі мынандай түсте. Күшті. Иісі де приятный екен. Және мынау бізде мынандай бұл алтындарыңызды, сырғаларыңызды сап қоятын. Қыздар, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Жақсы ақпаратпен бөлісетін боламын.